Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы эволюциялық ұғымдардың қалыптасуы және дамуы. Чарльз Дарвиннің эволюциялық ілімінің негізгі қағидалары. Біз осы сабақ барысында Карл Линней мен Ламарк еңбектерінің негізгі қағидаларын оқып, Чарльз Дарвиннің эволюциялық ілім қалыптасуындағы еңбектерімен танысатын боламыз. Бірінші, эволюция дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейік. Эволюция латын тілінен аударғанда тарихи даму, өзгеру, өрлеу деген мағынаны білдіреді. Эволюция терминін биологияға 1677 жылы Хейл енгізді. Эволюцияның бірнеше анықтамасы бар. Эволюция күрделі әрі әртүрлі сипатты үдеріс. Оқушылар, өздерің білетіндей, біздің заманымызға дейін мамонттар мен динозаврлар өмір сүрді. Олар жер бетінде жойылып кеткен. Демек, бұл да тарихи процесс эволюцияға тәуелді. Эволюциялық ілім жасауда Чарльз Дарвиннің еңбегі зор. Дарвиннің ұлы жаңалығына көптеген ғалымдардың еңбегі себеп болды. Солардың бірі Карл Линней. Карл Линней организмді алғаш рет топтастырып, жүйеге келтірген швед ғалымы. Табиғат жүйесі еңбегін жазған. Адамды адам тәрізді маймылға жатқызды. 5 таксонды жүйелік санат енгізді. Жүйелеудің ең үлкені класс, ең қарапайымы түр деп қарастырады. Жан-Батист Ламарк ғылымға алғаш биология терминін енгізген ғалым. Ол Линнейдің жүйелеуін ары қарай жалғастырды. Ламарк барлық жануарларды омыртқалылар және омыртқасыздар деп бөлді. Омыртқалыларды 6 саты 14 классқа біріктірді, ал омыртқасыздарды 10 классқа бөлді. Ламарк өзінің эволюциялық теориясында жаттыққан мүшелер өзгереді, ал жаттықпаған мүшелер өзгермейді деп есептейді. Оған мысал ретінде жирафтың мойнының ұзындығы, жыланның аяғының болмауы және құтанның аяқ сирағының ұзын болуын келтіреді. Жирафтың ата тегінде құнарлысыз жерден қорек табылмағандықтан, тал басына мойын созу арқылы жаттығу нәтижесінде мүшелері өзгерді деп сенеді. Келесі эволюциялық теорияны Чарльз Дарвин жасады. Чарльз Дарвин органикалық дүниенің тарихи дамуы эволюцияның 3 факторына байланысты екендігін анықтады. Олар тұқым қуалайтын өзгергіштік, тіршілік үшін күрес және табиғи сұрыпталу. 1831 жылы Чарльз Дарвин навигациялық карталарды жаңартудың мақсатымен ұйымдастырылған саяхатқа шықты. Тамашалайық. Табиғат зерттеушісі ретінде Дарвин Вигл кемесінде Оңтүстік Америкаға және Галапагос аралдарына жетті. Кеме порттарға кірген кезде Дарвин жағаға түсіп, өсімдіктерді және жануарларды олардың әртүрлі тіршілік орталарында бейімделу қабілеттерін бақылады. Галапагос аралдарында ол әлемнің басқа жерінде мекендемейтін хайуанаттар әлемін және өсімдіктер дүниесін анықтады. Бірақ Дарвин олардың Оңтүстік Америкада мекендейтін өсімдіктер мен жануарларға ұқсайтынын байқады. Демек, бұл аралдарды олар отарға айналдырған деген болжамды ұсынды. Ол торғайдың 13 түрін бақылауды негізге ала отырып, бұлар шамасы бір түрден тараған деген тұжырымға келді. Ал олардың өзгергіштігі оқшауланудың және азық пен оның жеткілікті болуы секілді ортаның әртүрлі жағдайларының нәтижесі болып табылады. Дарвин сондай-ақ белгілі бір түрдің жеке дарақтарының өлуі немесе өміршеңдігін сақтауы кездейсоқ емес екенін байқады. Өміршеңдікке және көбеюге үлкен мүмкіншілігі бар даралар өздері мекендейтін ортаның жағдайларына жақсы бейімделген.
Бұл механизмді Дарвин табиғи сұрыпталу деп атады және эволюцияның негізгі себебі ретінде анықтады. Оқушылар, бүгінгі сабақты бекіту мақсатында келесі тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: төменде келтірілген ғылыми тұжырымдар мен жаңалықтардың номерін сәйкес ғалымдардың тұсындағы кестеге жазамыз. Жақсы, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмаға көшеміз. Чарльз Дарвиннің пікірі бойынша қозғаушы күштерді атаңдар. Өте жақсы. Ал енді кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Бүгінгі сабақ не туралы болды? Және бұл сабақта